Киелі Қазақстан нысандары біршама аумақ жерді алып жатыр, және республикамыздың әрбір аймағы ғажап кереметтерге толы. Жайсаң жерұйыққа саяхатымыз өз жалғасын табады, және біз Ерейментау өлкесінің кереметтерін тамашалайтын боламыз. Қалаға кіреберісте жолаушыны ерекше композиция қарсы алады. 3 найза стелласына қарап, жауға барсаң бәрің бар, дауға барсаң бірің бар деген мәтел еріксіз еске оралады. Ескерткіш қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күресі мен 300-дің бірігуі құрметіне тұрғызылған. Бұл оқиғалардың басында аты аңызға айналған Бөгенбай батыр тұрған. Бүгінде оның есімі келер ұрпаққа үлгі. Атақты қолбасшы жайындағы толық ақпаратты біз жергілікті өлкетану музейінен іздейтін боламыз. Ғимарат Ерейментау қаласының орталық көшесінде орналасқан. Оны іздеп табу аса қиындық тудырмайды. Жалғыз қабатты үй нендей сырларға толы екенін алдағы уақытта білетін боламыз. Музей 1991 жылы Бөгенбай батырдың 300 жылдығына арналып салынған. Музей ашылған күнінен бастап қаланың басты көрікті жерлерінің бірі болып табылады. Экспозицияда ержүрек батырларымыздың ғасырлар тоғысындағы ерліктері мен ерен еңбектері жарияланған. Сонымен қатар мұнда тарихшы ғалымдардың ғылыми еңбектері көрмеленген. Әсіресе этнография мен өлкетану залдары көз таңғалдырады. Дегенмен бізді батырлардың өмірбаяны қызықтырады. Бұл өлке ержүрек батырларға бай екені анық. Жыраулар поэзиясының көрнекті өкілі Бұқар жырау қазақтың қамалып қорғанына теңіп кеткен Бөгенбай батыр 1680 жылы Қаратаудың бөктерінде Бөген өзенінің бойында дүниеге келген екен. Дүниеге келгеннен кейін 40 күн өткесін әкесі ақша үлкен той жасайды. Сол тойға қатысқан Тәуке хан бұл бала қазақ жауының алдында тас қорғандай бөген болсын, ақылы кемеңгер терең болсын деп бата берген екен. Бөгенбайдың ең алғашқы қол басқарып соғысқа қатысқан кезі бұл 1708 жыл еді. Жайықтан асқан қазақтарды жайықтан ары қарай асырып қуып тастайды. Бұл ең бірінші Бөгенбай батырдың ұрысқа қатысқан кезеңі. Бөгенбай батырдың артынан ерген тәлімгерлерінің есімдерін естіп, біз олардың кейбіреуінің жерленген орнына аттануды жөн көрдік. Саққұлақ би кесенесі сәулетті ескерткіштердің бірі. Ақмола облысы Ерейментау қаласынан солтүстік шығысқа қарай 24 шақырым жерде Қоржынкөл көлінің солтүстік шығыс жағалауындағы ашық далада орналасқан. Саққұлақ би мен оның ұлдары Нұралы, Ералы және Әжімбет жерленген. Бұл тұлға несімен елге танымал екендігін бізге Сайлау Жылқыбаев баяндап берді. Бұл жерде Бөгенбай ұрпақтарының қорымы дейді, ел ішінде. Осы мазар негізі Саққұлақ бабамыз 1888 жылы қайтыс болған. Сол кезде салынған ескі нұсқа, оның сыртынан 2000 жылы Бөгенбайдың ұрпақтары, осы Саққұлақтың тікелей ұрпақтары келіп осы жерге сыртынан жаңа мазар тұрғызды. Енді айтатын болсақ, Саққұлақ би жайлы бұл кісі енді Бөгенбай батыр ұрпақтары ішіндегі Бөгенбайдың тікелей шөбересі. Кесененің сыртқы қабырғалар мен күмбезі киелі аймақты қорғау мақсатымен жақында ғана тұрғызылған кәдімгі саркофаг. Ішкі қабырғалары жартылай қираған. Бұл 19 ғасыр ескерткіші болып табылады. Саққұлақ бидің кесенесі өңделмеген кірпіштен тұрғызылған 8 қырлы ғимарат. Қанжығалы руының биі Саққұлақ кесенені 1880 жылы өзінің үлкен ұлы Нұралы үшін арнайы салдырған. Нұралының қабірінен құлпытас сынығы Бөгенбай батыр атындағы Ерейментау тарихи өлкетану мұражайында сақтаулы. Қасбеттерінің қырларында 2 тірек аралығының доға тәрізді жабыны мен бос жерлері бар 8 қырлы күмбезді көлем түрінде болды. Бұл қорымда негіз бар, Олжабай батырдың жатқандығы туралы. Бұл батыр бабамыз Бөгенбай, Қанжығалы қарт Бөгенбайдың жанында бірге болған қарулас серігі. Орта жүзге ұран болған деп айтуында негіз бар. Өйткені өзінің батырлығымен, өзінің жаңағы ержүректігімен, қол бастаушылық сондай қасиетімен осы жерде негізі қайтыс болған дейді негізі.
Бағдарымыздың келесі нүктесі қазақтың ержүрек батыры Олжабайдың құрметіне тұрғызылған мазар. 18 ғасырда ол жоңғарларға қарсы ұлт-азаттық көтерілістің жетекшісі болған. Олжабай батыр Абылай ханның жақтасы, орта жүздің арғын руынан шыққан тұлға. Барлық ұрыс жорықтарына ол Қабанбай, Бөгенбай және Малайсары сынды батырлармен бірге аттанған. Ол басты жауынгерлік ерліктерін Баянауыл етегінде қалмақтармен күрес кезінде көрсетті. Айта кетерлік жайт, әйгілі ғалым Әлкей Марғұлан аты аңызға айналған Олжабай батырдың шөбересі, ал белгілі ақын жазушы Олжас Сүлейменов оның 7-ші ұрпағы болып табылады. Өкінішке орай тұлғаның жерленген орнында мазар сақталмаған. Далалы жол бізді келесі киелі аймаққа жетелейді. Ол Құмай археологиялық кешені. Ол Астанадан 120 шақырым қашықтықта орналасқан. Ескерткіштер Торғай ауылының маңайында, Қарағайлы ауылына жақын жерде, Құмай өзенінің сол жақ жағалауында орналасқан. 5 шаршы шақырым алаңда археологтар мерзімі 4000 жылдыққа жуық ескерткіштер топтамасын тапты. Ол ерекше көп компонентті мәдени кешен. Оның құрамында қола дәуірінің, ерте темір дәуірі, ғұндар кезеңінің, түркі және этнографиялық даму кезеңдерінің жәдігерлері сақталған. Бұл Қарағайлы тас қамалы, ерте заманның өте құнды жәдігері. Ол ерте замандағы қағанның бейнесі. Бұл жайтты оның қарулы қолдарынан және қылышынан байқауға болады. Бәлкім ол үлкен сарайдың қорғаушысы ретінде бейнеленуі де мүмкін. Ұлы батырлар ұрпақтары осындай. Сайын даланың ержүрек батырлардың кіндік қаны тамған жеріне айналғанының себебі белгілі болды. Ал балбал тас ерте түркі мәдениетіндегі тас ескерткіштері. Олардың бейнелері әртүрлі, көбінесе тіктеліп тұрған, бойы 1 немесе жарты метрлік адамның бейнесінде орындалған. Әдетте қолында кесе немесе қару болады. Қуаныш Шақшақов бұл өлкені өзінің 5 саусағындай біледі, және тас ескерткіштердің көбісін ол түрлі қоқыстардан тазалап, 1000 жыл бұрынғы кейпіне қайта келтірген. Егер бұған дейін біз діни жерлеу орындарында болсақ, дәл қазір қола дәуірінің жерлеу ошақтарын көріп отырмыз. Бұл 4000 жыл бұрынғы Андрон мәдениетінің классикалық түрдегі жерлеу орны болып табылады. Мұқият назар аударсаңыздар, 8 санының бейнесін көруге болады. Алғашқы, яғни үлкенірек бөлігінде негізгі қаңқа қалдықтары табылған, ал кішірек бөлігінде әдетте қыш ыдыс пен қола қалдықтары табылып отырған. Жауынгерлер дәуірінен Андрон мәдениеті кезеңіне аяқ басайық. Ол мемлекеттік құрылым элементтеріне ие болған әлемдегі жалғыз мәдениет болып табылады. 4000 жылдықты қамтитын түркі халықтарының жерлеу және ғұрыптық құрылыс үлгілері 7 шақырымдық аумақта тоғысқан. Жақын арада бұл тізімге тағы бір байырғы заман мәдениетінің қосылуы ғажап емес дейді археологтар. Бұл күрделі ғұрыптық жерлеу кешендері тастан қаланып, әдетте 3 негізгі бөлшектерден, яғни үлкен, кішкентай қорғандар мен ұзындығы 60-тан 200 метрге дейінгі жететін жартылай доға тәрізде жолдардан құрастырылған. Бұл мұрттар қорғанмен жанасып, үнемі шығысқа қарай бағытталған. Үлкен қорғанның астында тереңдігі 2 метрге жететін шұңқырда қайтыс болған адамның мәйіті жерленген. Кішігірім қорғанда жылқы қаңқаларының қалдықтары, қыш ыдыстардың сынықтары кездеседі. Кейде тек қана көмір түріндегі және күйдірілген топырақтың ізі байқалады. Кейде осындай қорғандар бір-бірінен бірнеше шақырым қашықтықта орналасқан. Кейбір обаларда 2 мұртты қорғандар болған. Құпия сырға толы Құмай кешеніндегі саяхатымыз осымен тамам. Киелі Қазақстанға саяхатымыз өз жалғасын табады. Алда әлі талай қызықты күндер күтуде. Ендеше келесі кездескенше.